Бұл препарат бізде вена. Гематоксилин ниазин бояумен боялған. Кіші ұлғайтқышпен венаның жалпы құрылысын көреміз. Үлкен ұлғайтуда қуысы кең, қабырғасы жұқа, ортан қабығы нашар дамыған, сыртқы қабығы жақсы дамыған, талшықты дәнекер тканиннан құралған, серпімді мембранасы жоқ венаны оқып суретін саламыз. Енді кеттік. Вена толық тоқтайық. Енді бұл вена. Венаның ең бірінші артериядан айырмашылығы, ең бірінші қараған кезде препараттың венаны артериядан көбінесе айыра алмай жатады. Осы венаның ішкі қабығын қараймыз. Ішкі, яғни эндотелий қабаты бізде тегіс болып келеді осы артерияға қарағанда. Бірден осы ажыратып болады. Және ортаңғы қабаты, ортаңғы қуысы тар болады. Содан да ажыратып алсақ болады венаны. Енді кеттік венаны үлкейтіп құрылыстарына толық тоқталайық. Үлкейтіп қарайтын болсақ, ең бірінші венаның ішкі қабығын көре аламыз. Бұл ішкі қабығы бізде екі қабаттан тұрады. Эндотелий қабатынан, мынау тұрған осы шегінде, және эндотелий асты, дәл осының астында жатқан эндотелий асты қабатын көре аламыз. Эндотелий асты қабатынан кейін бізде ортаңғы қабық кетеді. Ортаңғы қабық мына шекараға дейін орналасқан. Бірақ ортаңғы қабығы венада нашар жетілген, жұқа болып келеді. Неге? Өйткені ортаңғы қабықта бізде жаңағы дәл қолқанкіндей бізде эластикалық каркастар біріне құрап орналаспайды. Өйткені вена қан қысымы өте аз, тамырдың қабырғасы өте әлсіз болады. Яғни венаның ортаңғы қабығы бізде нашар жетілген. Яғни ортаңғы қабығын өзінің қалыңдығына да қарап білуге болады. Нашар жетілген. Одан кейін сырт қабық кетеді. Сырт қабыққа тоқталатын болсақ, мына шекарадан кейін сырт қабық болып кетеді. Сыртқы қабығы венаның өте жақсы жетілген. Өйткені венаның сырт қабығында бізде эластикалық талшықтарды көре аламыз. Сонымен қатар бірыңғай орналасқан жазық бөлшегі талшықтарын да көре аламыз. Яғни сырт қабығы басқаларға қарағанда жақсырақ жетілген болып келеді. Все.